Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен бәріміз сүйіп жейтін күріштен жасалатын ботқа, яғни сыр күрішті бірге дайындайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде қараңыздар. Ең алдымен мен бір стақан күрішімді тазалап, яғни ыдысыма салып, тазалап, жақсылап жуып алатын боламын. Енді жуып болған соң ботқа дайындайтын ыдысқа салып, үстінен жаңағы күріш салған стақанда 2 стақан су құятын боламын. Енді газге қойып қайнататын боламыз, яғни күрішіміздің суы тартылуы қажет. Орташа отта қайнатамыз. Енді осылай суы тартылған соң жаңағы су құйылған стақанда 2 стақан сүт құятын боламыз. Сүтті стақанды толтырып құйдым. Енді 1 шай қасықта жарты қасық тұз және 1 ас қасықта қант салдым. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша салсаңыздар болады. Енді жақсылап араластырып тағы да қайнататын боламыз. Сүтіміз қайнап шыққан соң мен газдың асын төмендетіп қоямын. Яғни 8-10 минуттай қайнатамын. Көп қайнатуға да болмайды, күріштеріміз езіліп кетуі мүмкін. Яғни күріштеріміз әдемі болып піскен соң осылай сүтіміз тартылады. Енді мен сары майымды салып, осылай жақсылап араластыратын боламын. Достар, сары майды, яғни ботқаны тарелкаға салған кезде бетіне салсаңыздар да болады. Ол өз қалауларыңыз. Енді жақсылап біркелкі болғанша араластырып алдым. Міне біздің ботқамыз дайын болды. Енді тарелкаға салып дастарханымызға тартатын боламыз. Өздеріңіздің кез келген жеміс жидектеріңізбен әсемдесеңіздер болады. Сіздермен болған Айнұр, сіздерге ас болсын.